Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құстың ұясы деп аталатын салат жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. YouTube каналымда неше түрлі тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналға тіркеліп, ұнаса лүпіл басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Ең алдымен бізге картоптарын қуырып алуымыз керек. Ол үшін картопты теркадан өткіздім. Корейский салаттарға арналған жіңішке көзінен терканың. Өте жіңішке емес, орташа. Сосын картоптар жақсылап жуып алыңыздар. Жуып, осындай құрғақ майлықтармен немесе салфеткалармен кептіріп алыңыздар. Қазір картопымызды қуырып аламыз. Майды қойып қойдым. Міне қараңыздар, картоптарымыз құрғақ болып кепті. Байқасаңыздар, қағаз майлықтарымызда енді жабыспайды. Қараңыздар, міне алып көрсетіп жатырмын. Өйткені картоптар құрғап қалды. Міне қараңыздар, қағаз майлықты алып жатырмын. Міне жақсылап кепкен. Енді қызып тұрған майға аз-аздан салып, картоптарымызды жақсылап қуырып аламыз. Міне сап-сары түске боялғанша қуырамыз. Өте қатты күйдіріп қуырып жібермеңіздер. Орташа етіп қуырыңыздар. Міне осылай кішкене осындай сап-сары болғанда, алтын түске енгенде осылай аламыз. Міне қараңыздар. Қағаз майлықтарын төседім тарелкаға, майын сорғытып алу үшін. Енді пиязын тураймыз. Пиязды осылай жіңішке етіп турап, сосын 4 бұрыштап майдалап турап шығыңыздар. Мінекей. Бір пиязды тураймыз. Бөлек бір ыдысқа салып жатырмын. Үстінен уксус құйдым. Тұз. Суын құямыз. Пияз осылай батып тұру керек. Енді жарты ас қасық қантын саламын. Араластырып қойып қоямыз. Бізге керек ингредиенттер видеода көрініп тұр. Картопты жаңа біз қуырып алдық. 2 қияр, аскөктер, тауықтың жұмыртқасы, бөдененің жұмыртқасы және тауық еті керек болады. Немесе филе. Бірақ бір қайнатып пісіріп алыңыздар. Ал менде ысталған копченый грудка болғандықтан, тауықтың төс еті болғандықтан, соны салатқа қосамын. Міне осылай ұзынша етіп, 4 бұрыштап, орташа етіп турап шығамыз. Турап алған етімді үлкендеу ыдысқа саламын. Енді жұмыртқасын тураймыз. Жұмыртқасында дәл солай ұзынша етіп, 4 бұрыштап турап шығамыз. Турап алған жұмыртқамды да ыдысыма саламын. Енді қиярын тураймыз. Қиярының 2 басын алып тастаймын. Және ортасынан бір бөліп, тура солай ұзынша етіп, 4 бұрыштап турап шығамыз. Міне үстінен қиярды саламын. 2 қиярды да тура осылай турап аламыз.
Енді біз бағана маринадтап алған пиязымызды қосамыз. Суын төгіп тастадым. Енді қазір майонезін қосамын. Жақсылап араластырыңыздар. Қалауыңызша тұз бұрыш қосуға болады. Ал менде ысталған тауық еті, копченый ет болғандықтан қоспадым. Міне осылай барлығын жақсылап араластырыңыздар. Міне енді тарелкамызға салатымызды саламыз. Ортасын кішкене тереңдеу етіп қалдырамыз, ұя жасау үшін. Айналасын осылай қасықпен тегістеп шығамыз. Енді бағана қуырып алған картопты айналасына қоямыз. Міне осылай ұя сияқты етіп істейміз. Міне осылай барлық жеріне қойып шығамыз. Картоппен барлық жерін жауып шығамыз. Ашық жер қалдырмаймыз. Міне осылай. Байқасаңыздар, өзі де құстың ұясына ұқсап қалды. Түгел жауып шығамыз. Ұямызды сәндеуді бастаймыз. Ол үшін бізге аскөктер керек. Аскөктерімізді айналдыра қойып шығамыз. Енді ішіне жұмыртқасын қоямыз. Бөдененің жұмыртқасы. Міне қараңыздар, құстың ұясына ұқсап қалды. Салаттың түрі осылай. Өте әдемі, тартымды, дәмді салат болды. Мереке күндерінде, қонақ келгенде істеп қойсаңыздар, дастархандарыңыздың көркін ашары сөзсіз. Барлықтарыңыз бұл салатты білетін шығарсыздар. Бұрыннан келе жатқан салаттардың бірі. Сонда да осы видеоны түсірдім. Себебі сұрап жатқан жандар өте көп. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Каналымнан шығатын тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.